Мен келін болуға сол жігітпен танысқаннан бастап дайындалдым. Шаршадық демейтінбіз, өйткені қуана-қуана ағаң үшін, өзің үшін істеп жатсың. Бар екен деп байдың қызын таңдама, арзан екен деп кедейдің қызын таңдама. Анау жоқ, мынау жоқ деген ол желеу, ол дұрыс емес желеу. Ішің жылып, жүрегің лүпілдеп, соған жеткізгенше алып ұшып тұратын бір адамда сезім болады. Негізгі таңдау жігіттерде. Сондықтан жігіттер қандай келіншек алғысы келеді, оның мінезі қандай болу керек, ата-анасы қандай болу керек, қатын алма, қайын ал дейді, барлығын көріп, содан кейін барып шешім қабылдау керек. Мына базарда алып, сүт сұйық екен, немесе сүт аз екен деп келесі базарға сатып жібереді. Ол бір костюм емес, мынаның түсі маған келмейді екен, мөлшері маған келмейді деп біреуге киітке береді. Ол адам, ол сенің өмірлік жарың. Бұған дейін бұл үйде енең сенің қызмет істесе, енді сен қызмет іс. Және сен ылғи емес қой. Белгілі бір уақыттан кейін, я сенен кейінгі келін келеді, я ұл қызың ер жетеді. Сен сол жұмыстың барлығын мәңгілік істеп қалмайсың. Келіндер осыны түсіну керек. Кез келген ұрыс керісте екі адамда кінә болады. Сол әрқайсысы өзінің кінәсін мойындаса, отбасы бұзылмайды. Отбасының берекесі болу, келін менен баланың арасында тек қана сыйластық болу, ата-анаға көп байланысты. Ата бата беріп отырса, ене келінге қолғабыс беріп отырса, кез келген қолғабысты түсінбейтін келін жоқ. Армысыздар құрметті көрермен, бұл әдеттегідей тәрбиелік бағдарлама және бүгінгі біздің қонағымыз қоғам қайраткері, баршамызға сүйкімді болған Оразгүл Асанғазықызы. Бағдарламамызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Біріншіден рахмет, шақырғандарыңызға көңіл күй бәрі жақсы. Отағасы жауапкершілікті қай жаста мойнына алды? Ол кісі жалпы енді оқу бітіргенімізге қарадық. Біз бірінші курстарда таныстық, мен бітіргеннен кейін қосылдық. Мен 21 жасымда, ол кісі 24 жасында. Қазір қанша жыл болды? 46 жыл болды. 47 жылға кетті. Өзіңізге сұрақ болсын. Сіз ағамыз сізге ұсыныс айтып, тойларыңыз өтіп, жаңа өзіңіздің үйіңізге келген кезде қандай келін болдыңыз? Мен келін болуға сол жігітпен танысқаннан бастап дайындалдым. Енді жасыратын еш нәрсе жоқ, ағаларым өте шексіз жақсы көрдім, ол мені жақсы көрді. 4 жыл біз Алматыда бірге оқыдық, бірінші курста таныстық, мен 4-ші курсты бітіргенде үйлендік. Тұрмысқа шықтым мен. Сол 4 жылдың ішінде бір-бірімізді әбден, екеуміздің әкемізде 1 жыл қайтыс болған, екеумізде жесір аналар тәрбиелеген. Сол, мысалы, ол кісі менен 5 жыл ғой, енді олардіке 1 жыл кейін бітіретін еді, сол 1 жыл кейін бітіруге қалмай, апаларын ауырып жүр дегеннен кейін мен 1 жыл бұрын келдім, тойын өткіздік. Сонда біздің Сарыағашта жақсы келін болу үшін Сарыағаштың келіндері не істейді деп Алматыда жүріп, біздің курста 2 қыз болды. Біреу Дарбазаның қызы, біреу Сапқоз Лелінің қызы. Солардан сұрайтын, сендердің ауылда келін не істейді деп. Сосын олар айтады, сиыр сауады, осындай тамақ істейді, штан киеді, орамал тартады. Мен соның бәріне дайын болып келдім. Өйткені мен басқа жақтан келдім деп, жұрттың бәрінің көзіне бөтен көріп емес, сол ауылда өскен келін сияқты болып, бара салып, орамалын тарттық. Ол жабысып қалған жоқ. Штанын кидік, сиырын саудық, нанын жаптық, суын тасыдық. Не істеу керек болса келін соның бәрін істедік. Соның бәрін істеп, сағат 8-де прическаны жасап, бетті бояп, барып физикадан сабақ бердік. Ол кезде мектептің мұғалімдердің жұмысы өте ауыр болатын. Түске шейін сабақ беретіміз, түстен кейін балаларды мақтаға алып баратымыз. Сол мақта қашан жоспарын аудан, облыс орындағанша түс қайта жоғары кластың балаларына мақтайды. Кешке келгеннен кейін қайтадан сол жұмыс, сол сиыр, сол тамақ, сол айран, сол сүт, соның бәрін істеп болғаннан кейін келесі күнгі сабаққа дайындаламыз. Бірақ соның бәрін істегенде шаршадық демейтінбіз, өйткені қуана-қуана ағаң үшін, өзің үшін істеп жатсың. Сөйтіп бәрін істеп қойғаннан кейін ағаң да мәз болады.
Жаңағы айтқан балаларына қарау жөнінен ол кісі өте көп көңіл бөлді. Мен кейін қызметке кеткен кезде балалардың көбісі көбінше ағаларымен бірге болды. Ер азамат қыз баланың бойынан қандай қасиеттерді көріп, қандай қыздарға көңілін білдіріп, сезімін айтып, болашақ жар етіп таңдау керек. Қазір биылғы жылды Ғұлама Абайдың жылы деп, мерейтойы деп отырмыз. Ол кісіден артық ешкім еш нәрсені айтпаған. Сол кісі айтады, бар екен деп байдың қызын таңдама, арзан екен деп кедейдің қызын таңдама. Иманды, ұяты бар, өнегелі ата-ананың қызынан қапы қалма дейді. Жалпы біздің қазақ қызды таңдағанда анасына қара дейді. Шешесіне қарап қызын ал дейді. Баяғыда бабаларымыз қазіргідей қонақ үй жоқ, мейрамхана жоқ, бір ауылдан бір ауылға қыдырып барғанда негізгі басқа бір шаруамен жүргендердегі мақсаты үйінде ер жетіп келе жатқан ұлы болса, сол ұлына қыз іздейді екен. Сонда барған кезде, кез келген үйге құдай қонақпыз деп түскен кезде, сол үйдің келіні тамағымен де, қабағымен де, әсіресе қабағымен айтады ғой, тамағың емес шайыңменен де адам тойдыруға болады деп. Сондай керемет ашық көңіл күймен қарсы алса, жүрген жүрісі, салған сәлемі барлығына қарап отырады екен, ыдыс аяғына деген. Содан кейін сол осы қыздың келіннің қызы бар ма екен деп сұрайды екен. Егер де қызы жоқ болса, әлі ол әкесінің белінде болса, түбі осы келіннен бір қыз болатын болса, соны анау 3 жасар ма, 5 жасар ма баласына әперем деп ой түйіп кетеді екен. Қазақ бұны бел құда дейді. Қыз әлі жоқ, қыз әкесінің белінде, бірақ мынау келін жақсы. Осы келіннен келген қыз міндетті түрде осы анасына ұқсайды деген біздің қазақ. Болмаса қыз бесікте жатыр. Ол қыз ұзын бола ма, қысқа бола ма, ақ бола ма, қара бола ма, анасы ұнаса, ана бесіктегі қызына мен пәлен деген балама деп айттырады екен. Бұны қазақ бесік құда дейді. Енді оның дәл солай болып келмесе де, тәуелсіздік алғалы бері Құдайға шүкір деу керек, біздің замандастарымыз ұлына, қызына, өздерінің қатарлас, өздері араласып жүрген, анасының сырын білетін, анасының мінезін білетін, яғни ибалы, иманды, үлкендерді сыйлайтын, ата-енесін сыйлайтын, отағасын сыйлайтын келіндердің қызын айттырып жатқан жағдай бар. Бұл баяғы өзіміздің ұлттық құндылығымызға қайта келу деген сөз. Бұл қыз дүниеге әкелген анаға, келінге үлкен жауапкершілік. Сондықтан Алла тағала қыз берген келіндер, ол анау бір маска киіп емес, шын ниетіменен өзінің ер азаматын, ата-енесін, келген қонағын имандылықпен, ибалықпен күтетін болса, оның қызы үйінде қалмайды. Бұл бірден бір біздің келіндеріміздің құлағына түйетін нәрсе. Яғни қазақ анасына қарап алған, шешесіне қарап қызын алған. Қазіргі қоғамға қарасақ, жастар тарапынан ер бала болсын, қыз бала болсын, көбінде үйленуге, отбасын құрып, шаңырақ көтеруге асықпайды. Бұның себебі не деп ойлайсыз? Мүмкін жауапкершіліктен қашу, әлде батысқа еліктеу? Біріншіден, ең үлкені сол жауапкершіліктен қашу. Қазір теледидарды қоссаңыз да, ақпаратты ашсаңыз да, әлеуметтік желіге қарасаңыз да, пәленше түгеншемен ажырасыпты, мынандай болыпты, соттасып жатыр екен деген әңгімені естиді. Одан кейін шетелдік хабарларды көрсе, жаңағы өзі үшін өмір сүретіндерді көреді. Олар енді 40-45 келгенше үйленбейді, соны одан кейін ғана барып үйленеді. Осының екеуінің де ықпалы деп ойлаймын. Бірақ 40 жыл қырғын болса да ажалды өледі дейді атам қазақ. Осы келіп атқан ақпараттың ішінен өзіміздің ұлттық құндылығымызға жақын, ұлттық құндылығымызды сақтап қалатын, енді рухани жаңару деп жатырмыз. Рухани жаңару деген сол ұлттық кодымызға. Біздің ұлы даланы ұстаған ата-бабаларымыз сан ғасыр бойы қай жастарда үйленді, не үшін үй құрды, не үшін ол берекелі отбасы болды. Жастарға осыны сіңіруіміз керек. Яғни жастар үйлену қажет деген ойменен қыз
бой жету керек, ұл ер жету керек. Осы жағын біз жеткілікті айтуымыз керек. Сондықтан сіздердің шақырып, осы тақырыпта әңгіме қозғайық дегендеріңізге мен өз басым өте қатты қуандым. Бұны айта беру керек. Айтады ғой, тамшы да тасты бұзады дейді. Жастар ананы істемейді, мынаны істемейді деп айтқанша, не істеу керек екенін жиі естісе, тыңдайтын құлақ осыны тыңдайды деп ойлаймын. Сондықтан пайғамбарымыз өзінің үмбеттерін айтады, жалғыздық Құдайға жарасқан дейді. Үмбетім көбейіңдер дейді. Мен басқа пайғамбарлардан өзімнің үмбетімнің көптігімен мақтанайын дейді. Сондықтан кез келген отбасын құратын ұл балада, қыз балада ертерек отбасын құрып, біздің санымызды көбейту болу керек. Ең негізгі мақсат. Әлгі оны бірақ мақалмен қазақтағы айтып қояды, бас екеу болмай, мал екеу болмайды. Анау жоқ, мынау жоқ деген ол желеу, ол дұрыс емес желеу. Екі адам біріккен кезде оның несібесі де бірігеді, ықыласы да бірігеді. Отбасын құрған адамға өзі барлық нәрсе ертерек келеді. Сондықтан жастар қорықпау керек, ешкімге еліктемеу керек. Мынау бізде жоқ болатын азаматтық неке деген. Осы жауапкершіліктен қашудың бірден бір дәлелі қазір жастарымыздың алдында белең алып жатырған. Бұл біздің дінімізге, біздің ұлтымызға сәйкес келмейтін нәрсе. Өйткені адам жауапкершілікті мойнына алу керек. Таңда, қара, мақсат қой алдыңа, бірақ міндетті түрде некелі болу керек. Некелі отбасының баласы да ол кәдімгі нағыз сол үйдің баласы болып шығады. Сондықтан өзің қойып отырған сұрақтың жауапкершіліктен қашатыны бар, және сыртқа еліктеу бар. Бұл екеуі де бізге зиян. Біз жауапкершілікті мойнына алған ұлтпыз, 13-ке отау егесі деген ұлтпыз. Мақұл 13-ке болмасын, балағаттық жасқа толғаннан кейін бірінші мақсаты ер азаматтың да бойжеткен қыздың да отбасын құру болу керек. Жалпы жастардың не себепті осында көбінде ажырасып жатады? Қазіргі таңда енді 21-ші ғасыр дейміз, көбінде жаңағыдай ақылға салатын заманда барлық информация бар деген сияқты. Бірақ сөздің өзінде жастар тез шешім қабылдап, тез ажырасып жатады. Сыйластық. Мынау адам үйленген кезде міндетті түрде бір көрмесең тұра алмайтындай бір қасиетін тауып алуың керек қой. Ол түрінен де, мінезінен де өте өзіне тартатын, керемет, қай уақытта, еш уақытта сөнбейтін адамға деген, енді махаббат десек ол не болып кететін шығар, бір ыстық, сыйластық сезім болу керек. Осы сезім оянбағанша іздеу керек деп ойлаймын. Өзің бір көрген кезде ішің жылып, жүрегің лүпілдеп, соған жеткізгенше алып ұшып тұратын бір адамда сезім болады. Осы сезімді қосылғаннан кейін күшейтпесе сөндірмеу керек. Бізде болды, енді үйлендік дейді дағы, содан кейін айқай басталады, көйгөй басталады, үйдің әңгімесі басталады. Сол кезде жаңағы сезімді өшіріп алып жатамыз. Оның үстіне қайта май қойып, оны жандырып, сыйластықты одан сайын алып кететін екеу ара әңгіме, екеу ара ортақ әңгіме, осы жағы жетпей қалып жатады. Күнделікті күйбең тіршілік бір-біріне деген сыйластықты, бір-біріне деген сезімді жоймау керек. Осы жақында бір бағдарламаға абайтанушы Омар Жәлел ағамызды білетін шығарсыз. Мүмкін сол кісінің сөзінде естіген шығарсыз, мен мына жерге сақтап қойғанмын. Былай деп айтқан болатын, енді көбісі ол кісімен келіспей жатыр. Неге олай қатты айттыңыз деп. Былай деп айтқан еді: өлген әруақ жер таңдамайды, отырып қалған қыз бай таңдамайды. Қыз тауар, ата-ана сол тауарды өткізу керек деп. Қаншалықты осы сөзбен келісесіз? Қыз тауар деген. Біреудің пікірмен келісу әркімнің өз пікірі өзіне. Мен біреуді жақсы, жаман деп айтқым келмейді. Жалпы енді келісе қоймаймын. Яғни қыз ешқашан тауар емес. Дұрыс. Өйткені қазақ әрқашан қыз баланы төріне отырғызып, құрметтеген, қыз қонақ деп білген. Енді осы сөзді жалпы түсіндіктірек қылып айту керек. Мысалы, қыз қонақ дегенде, сол мынау сенің
тұрғылықты үйің емес деген сөз. Мысалы, қонақты бір күн жақсылап күтесің, қой соясың, ет асасың, екінші күні қуырдақ па басқа тамақ бересің, үшінші күні, төртінші күні кеткенін қалайсың. Сондықтан қыз қонақ деген сөзді осы мағынада түсіну керек. Ол қыз мен ылғи да өстіп алақанына салып отырады екен демеу керек. Ол белгілі бір уақытта біз сені күтеміз, содан кейін сенің өз үйің болады деген әңгіме айту керек. Жалпы қыз баланың құлағын тесіп сырға салып қыз екенін белгілегеннен кейін ең бірінші ата-ананың айтатын, әсіресе ананың айтатын сөзі қыздың қонақ екендігі. Сондықтан қыз бұл үйдің адамы емес екенін жастайынан түсінсін деп айтады қыз қонақ дегенде. Ато қыз қонақ деп тек қана әлпештей беріп, оның бұл үйдің уақытша адам екенін айтпайтын болса, ол онда тұрғылықты тұрып қалуы мүмкін. Сондықтан қызға бірінші жауапкершілік бұл үйде қонақсың деген сөз. Сенің өз үйің болады. Содан кейін біз айтуымыз керек, жалпы ұл бала ер жетеді. Ер жетті дейді, қыздар бой жетті дейді. Ұл бала үйленеді, қыз тұрмысқа шығады. Біз осында ажыратып айта алмай атамыз. Қыз тұрмысқа шығады, ол үйде қалмайды, ұлдың үйіне барады. Сондықтан қыз ұлдың үйінің салт дәстүрін сақтау керек. Осы жағын біз баса айтуымыз керек. Қонақ деген сөздің мағынасы осындай. Қыз өз үйін ертерек тапқан дұрыс қой. Өз үйі оның мектебі. Иә. Деп айтуға. Ол жақтан тәрбие алады. Анасынан, жеңгесінен, әжесінен, ата-анасынан тәрбие алады. Сол тәрбиенің жақсысын алып өз үйіне апару керек. Дұрыс айтасыз. Енді біз ер азаматты айттық. Ер азамат қандай қыз іздеу керек деп. Енді көбінде ер азаматтар істейміз, біз өзіміз таңдап жүргендей боламыз негізі. Қызды өзіміз таңдағандай. Бірақ көбінде негізіне келген кезде қыз бала ер азаматын таңдайды ғой. Жалпы мынау ер азаматтарға Алла тағала осындай үлкен бір бақ берген ғой, таңдау жағы ер азаматтарда. Бірақ мен жақында осы бір екі телехабарға қатыстым. Біреу Астана телеарнасында бір жігіт болды, Орынбасар деген. Сосын жақында ғана ниет бағдарламасында тағы осындай бір жағдай болды. Сонда ана жігіт 27-ге келіп үйленген. 27-ге келгенде үйленген. Енді ол жасады ғой, мен саған үйленем деп ана қызды алып қашып алды ма, құда түсіп алды ма, алды. Со 2 айдан кейін ажырасқан. Мінекей сонда ұлдың өз өміріне деген қалай, ана қыздың мінезін білмеген, басқасын қалай енді 20, мысалы 17 жасында үйленіп кетсе айтар ек, ой бейшара есін жимай, ақыл есін бұлай жан-жағын бағаламай тұрып үйленді ғой деп. 27-ге келгенде үйленген, 2 айдан кейін екеуі ажырасқан. Енді ана қызда қалған баланы көрсетпейді деп, алимент төлемей, екеуі жаңағы тағы мына жігіт тағы бір үйленіп алған жағдай бар. Осы жағдайда біз ұлдарға өте үлкен Құдай сондай нығмет берген, кез келген қыз барып жігітке айта алмайды. А жігіт алып қашып та кетіп жатыр, қолмен айттырып да кетіп жатыр. Негізгі таңдау жігіттерде. Сондықтан жігіттер қандай келіншек алғысы келеді, оның мінезі қандай болу керек, ата-анасы қандай болу керек, қатын алма, қайын ал дейді, барлығын көріп, содан кейін барып шешім қабылдау керек. 27-ге келіп үйленіп, 2 айдан кейін ажырасу деген, бұл жаңа ер азаматтардың өзінің үйленуге деген немқұрайды қарағанын. Ал екінші хабарда 4-ші курста жүрген қызды бір көргеннен сыртынан көріп алып қашып кеткен, қыз кетемін деген кезде жібермей қойған, анасы да қой енді табалдырықты аттап қойдың деп. Кейін сол қыз босанғанда 7 айлық болып босанып қалған, жаңа көрген қорлық зомбылығынан. Енді оны аурусың деп тағы баласын бермей отыр. Осы жерде де жігіттердің бір қыздың қарқаралы, біреудің 4-ші курста оқып жүрген қызын алып барып, бұл да бір жауапкершілік. Ай сен алып қашып жатсың, кімді алып қашып жатсың? Мен ылғи айтатын әңгімем бар. Тағы да қайталап айтуыма тура келеді. Ол бір сиыр емес. Мына базарда алып, сүт сұйық екен, я болмаса сүт аз екен деп келесі базарға сатып жібереді. Ол бір костюм емес, мынаның түсі маған келмейді екен, мөлшері маған келмейді деп біреуге киітке береді. Ол адам, ол сенің өмірлік жарың,
таңдап отырған. Ол үлкен өзінің айтады ғой, екі нәрседен қателеспей дейді. Біреу өзің қалаған кәсібіңді таңдағанда, екіншісі жар таңдағанда. Осы жерде ер азаматтар өте жауапкершілікті болу керек. Осы екі алыста бұрынғыны былай қойғанда, жақында болған екі бағдарламадағы осы екі жағдай әлде болса біздің ер азаматтарымыздың жар таңдауда немқұрайдылыққа жол беретін. Осыдан келіп ажырасу болмайтын нәрсе. Мысалы, ол қызды түгел зерттеп, зерделеп, мінезін, өмірге деген көзқарасын, иманын, ұятын бәрін қарап алмастан, әйтеуір ала салсам болды, әйтеуір үйленсем болды деп артынан ажырасу міне осындай жағдайға алып келеді. Екі ортада екеуінде де бала, қиналып отқан бала. Енді бұл жерде жаңа мен айтқан үйінде айту керек, бұл үйде қонақсың, өз үйіңе барасың дегенде, тұрмыс құрып, жаңа барған үйіндегі істеген тіршілігі келін үшін рахат болу керек. Оны көптен күткен, енді 20-ға кеп тұрмысқа шықты ма, 25-ке кепті, сонша жыл күтті ғой, мен өз үйіме барсам, ананы үйтіп істеймін, бүйтіп. Сондықтан не істесе де рахаттанып, жүрегіменен сол мынау менікі деп істейтін болса, ол келін еш уақытта шаршамайды. Бізді құртатын, ана бір қолында ұялы телефон, сосын ыдыс-аяқ жуса да, пол жуса да, кір жуса да, қонақ күтсе де, әлі тұрмысқа шықпаған өзінің дос қыздарына, ойбай, мен ананы істеп жатырмын, ойбай, мен мынаны істеп жатырмын, менен үйтіп айтты, бүйтіп айтты деген өткенде бір телехабарда болғанда, Евразия телеканалында бір жігіт айтты, бізді ажырасқан ұялы телефон деді. Не істесе де телефонмен қашан көрсең, әлі тұрмысқа шықпаған қыздарына есеп беріп жатады дейді. Одан кейін анасына есеп береді дейді. Оның үйдегі жұмыс істегеннен сол ух деген. Осыңды қой деп қойдыра алмадым дейді. Ақыры сол телефон келіншегімді ажыратып алып кетті дейді. Сондықтан қыздар жаңағы тұрмысқа шығып, өзінің үйін тауып барғаннан кейін, ол үйде істеген тіршілікті есептемеу керек, оған шаршамау керек, оны рахаттанып, бұл менің болашақ өз үйім, не істесе де. Баяғыда бір үлкен қан сарайын соғып отырған 3 құрылысшыны өзің сияқты журналист тоқтатып сұраған ғой, үшеуінің де істеп отырған жұмысы бірдей. Жаңа қалайтын қыштың лайын тасып жүр екен. Біріншісінен сұраса, ой, күн көру үшін лай тасып жүрмін ғой депті. Екіншісін тоқтатып сұраса, ой, бала-шағаның қамы үшін лай тасым. Үшіншісін тоқтатса, 2 шелек лайды қойып, жағасын көтеріп, қан сарайын тұрғызып жатырмыз деп. Сонда қан сарайын тұрғызып жатыр, мен болашақ өз үйімді келдім деп істесе, ол келін еш уақытта шаршамайды. Ол келіннің күйеуіне деген, енесіне деген ыстық ықыласы суымайды. Істеп жатқан тіршілігінің бәрі өзі үшін, өзінің отбасы үшін. Сондықтан келіндер алғаш барған кезде сол жаңағы біреудің үйіне келген деген психологиямен келеді. Біреудің үйі емес, табалдырықты аттадың ба, бұл сенің табалдырығың. Бұған дейін бұл үйде енең сенің қызмет істесе, енді сен қызметсің. Және сен ылғи емес қой. Белгілі бір уақыттан кейін, я сенен кейінгі келін келеді, я ұл қызың ер жетеді. Сен сол жұмыстың барлығын мәңгілік істеп қалмайсың. Келіндер осыны түсіну керек. Біз институтта оқып жүргенде Балниязова дейтін психологиядан сабақ берген апайымыз болды, сонда айтатын, айналып кетейін қыздарым, 5 жылға шыдаңдар, 5 жылдан кейін сендерді ешкімде жаман келін атандырамайды деп. Сондықтан алғаш барған 3 жылыма, 5 жылыма кез келген сынаққа одан арғы өмірі бақытты болу үшін шыдаса, одан кейін о келінді жамандаса да ешкім сенбейді. Ал енді ене болу деген, мен енді қазір семинар тренинг өткізіп жүрмін. Осы әңгіме менің де көп телехабарларға келгенде шынында да осыны біреу айту керек қой деген, неменен шаңырағың биік болсын деген, бұның алдында өзің жаса деген семинар тренинг өткіздім. Сонда көп айтылатын әңгіме ене мен келін туралы. Келіндер келіп, қазір көздеріне мөлт-мөлт етіп жазып, енем бәрібір мені жек көреді. Мен айтамын, сен енеңді жақсы көресің бе? Сен жақсы көрсін десең, сен оны жақсы көруің керек. Өзің анаңды қалай сыйлайтын, солай сыйлауың керек. Кімнен не күтсең өзіңнен, сен жарқырап азанда күліп тұрсаң, әрбір қиыныңа шүкір деп апалап тұрсаң, қандай ене жек көреді? Сенің өзіңнен кеткен. Кез келген адам өзінен іздеу керек. Марқұм менің енем, біз енді Алматыда үйленіп,
инсталендік стипендиат болдық, ағаң екеумізде комсомол комитетінің хатшылары болдық. Содан біздің тойымызға проректорларымыз, декан, замдекан, комсомол комитетінің босатылған хатшылары келіп мақтады енді. Ойбай осындай деп. Кейін мен ұзатып алып барғанда нағашы шешеміз, жеңгеміз бәрі тағы да мақтап жатыр. Сонда енем марқұм айтты: Құдай бағымды ашайын деген шығар. Алла тағала жақсы келін берген шығар. Мақтап жатырсыңдар. Бірақ жақсы деп жатсыңдар ғой, өзі жақсы болса, өзі жақсы кісіге бір кісілік орын бар деді. Мен келген келіннің бәріне осыны айтқым келеді. Сен жақсы болсаң, сол үйден бір кісілік орын саған табылады. Егер сен сол үйге маңдайыңа қымызды кім ішпейді, қызды кім айттырмайды деп 5-6-10 шақты жігіт сені айттырған шығар, артыңнан жүрген шығар. Бірақ пешенең Алла тағала бұйырып айтады ғой, Құдай қосады деп. Сен осы жігітке тұрмысқа шықтың. Енді осы үйде қалудың жолы, сен осы үйге сыюың керек. Сен жақсы болсаң, сен жұрттың бәрін жамандап жатсың ғой, енесін жамандайды, біреу күйеу. Мен айтамын, сен өзіңнен іздеп көрші, сол екеуіңнің арасындағы, енеңмен арасындағы кикілжіңнің, күйеуіңмен арасындағы кикілжіңнен өзіңнің кінәңді тауып көрші десең, қатты ойланып қалады. Көбісі сосын ойландық деп, осы Шымкентте жақында болған тренингімнен кейін бір келіншек келіп айтты, 3 ай болған екен ажырасып кеткеніне. Мен тренингнен кейін өзі барыпты. Сонда үйіне барып ойланса, жаңағы мен айтқам ғой, жеті атасына жеткізіп. Шын мәнінде өзінің кінәлі екенін түсініп, кешірім сұрап. Ал енді оның алдындағы барған тренингімде бір келіншек айтты: мен жаңа теледидардан көріпті, мен бағдарламаларды, бақытты отбасы деген хабар болды ғой Қазақстанда. Сонда айтыппын, ажырасуға болмайды баласы бар ата-аналарға. Ол еркекке де, әйелге де оңай тимейді. Бұның ішіндегі ең қиындықты көретін бала. Баласы бар ата-ана ажыраспаудың қамын жасау керек. Өйткені ең көп соққыны жейтін балалар деп. Сөйтіп айтып, жаңағы кез келген ұрыс керісте екі адамда кінә болады. Сол әрқайсысы өзінің кінәсін мойындаса, отбасы бұзылмайды. Содан дейді, түйініп отырғам дейді, кешке күйеуім жұмыстан келгенше кетіп қалайыншы деп. Сіз тура маған айтып жатқандай айттыңыз теледидардан дейді. Содан кейін қой деп түйген түйіншегін бәрін шешіп, кім бірінші кешірім сұраса, Алла тағала соған көп сауап жазады деп айттыңыз дейді. Содан күйеуім келгенше тамағымды істеп, кешірім сұрап, өзімнен кінәні тауып, содан қосылдық 3 жыл болды апай сол хабарға дейді. Біз қазір ұмытып кеттік сол ұрысымызды дейді. Сондықтан мен де қазір тренинг өткізіп жүрмін. Сол тренингімде айтатын әңгімелерім: айналайын келіндер, өзің жақсы болсаң, саған кез келген отбасында бір кісілік орын бар. Мінезі жаман деген енені де өзіңнің ең бірінші досың етіп алуға болады. Мінезі жамандаған күйеуіңді де өзің жақсы болсаң, қазақ оны бірақ мақалмен айтып кеткен: жақсы әйел жаман еркекті адам етеді. Тамаша айттыңыз. Енді көбінде отбасында мынандай проблема бар. Ер азамат түздің адам. Таңнан кешке дейін жұмыста болады. Үйде не болып жатыр білмейді. Ең басы отбасын құрды, анасына келін әкеп берді, шаңырағына береке алып келді. Бірақ ер азамат үйден шыққан кезде үйде енемен келін қалады. Содан жаңағыдай ер азамат үйіне келген кезде, екеуі бөлмеге кірген кезде әйелі анасының баласын бөлек үгіттей бастайды. Сенің анаң бүйтті, сенің анаң сөйтті, маған осындай деп айтты деген сияқты. Яғни осы жерде балаға қиын соғады ортада. Бұлай барайын десе анасына айтайын десе, бұлай келейін десе өзіне жар етіп таңдаған әйелі. Екі ортаның ортасында ер азамат қалады. Осы жерде қандай шешім қабылдау керек? Ұл баланы тәрбиелеген кезде осы екі ортада қалмайтындай, әрқайсысын өзінің орнына қоятындай ұл тәрбиелеуіміз керек. Біз егерде осындай екеуінің арасында кикілжің болғанда, екеуінің ағына қарасын қара қыла алмайтын ер азаматтар осы екі ортадан кетіп жатыр. Биыл біздің өткен жылы мектеп бітіргенімізге 50 жыл болды. Сол 50 жылдыққа барғанда біз ауданның орталығында бітіргенбіз, 4-5 параллель класс, 100-ден аса бала бітіргенбіз. Содан 29 сыныптастарымыз өмірден озды. Сол 29-ның 26-сы ер азаматта, 3-і ғана қыздар. Неге дейсіз?
ол жаңағыдай өмірге дайын емес, әсіресе отбасылық өмірге дайын емес. Біз ер азаматтарды бір жағынан өзің айтқандай анасы, екінші жағынан келіншегі өте қатты. Ер азаматтар барлық болған кикілжіңді жүрегімен қабылдайды. Солардың жүрегіне салмақ саламыз. Сондықтан ана ұлы үшін сол келін келгеннен кейін ене деген өзінің келін болып түскен кезін ұмытпау керек. Өзі келін болғанда бәрін біліп келген жоқ қой. Өзі келін болғанда енесі қалай қабылдады? Тура сол жағдайда қабылдау керек. Кез келген үйге келінді үйрету керек, тәрбиелеу керек, өзінің нені қалайтынын айту керек. Ал оған көнбей жататын болса, одан да басқа неғұрлым кешірімді болған сайын, сыйластық болған сайын, орада болған жағдайда да баласына екеуі де, келіншегі де күйеуіне жанашу керек. Бұндай болған нені ер азаматқа айтпау керек. Ал енді енелерге менің өзім семинар тренингімді айтатын, қазірде қайталап айтайын, мен енелерге айтамын. Сен баланың анасысың. Алла саған ұл берді. Ұлды дүниеге әкелдің, оны еміздің, тәрбиеледің, тамақтандырдың, оқыттың, ер азамат қылып үйлендірдің. Өйткені сен енді бере алмайтын нәрселер бар. Сол бере алмайтын нәрсені ары қарай ұлың өсу үшін, өну үшін, саған қоңсы болу үшін, оған екінші бір әйел келу керек. Сен осыған дайын болуың керек. Яғни сенің ұлың тек қана сенімен емес, тағы да бір әйелмен өмірін ары қарай. Енді сен бере алмайтын махаббат бар. Ол махаббатты сол сенің келінің береді. Содан ұлың өседі, содан ұлың өнеді. Сондықтан екінші бір әйелді ұлыңның қасынан көріп, қабылдап, олардың қосағымен қоса қарып, екеуінің бірге жүруіне сен жағдай жасау керек. Мінекей енелер ене болуға дайындалу керек. Осы жақында бір ойымда бар, енелер мектебін ашып, осы енелермен бөлек жасаған. Сөйтіп бір семинарыма 5-6 ене келді. Көздеріне жас алып, өте түсініп, ендігі семинар қашан болады деп кетті. Яғни енелеріміздің де, ол енді айтпағандығынан емес, өздерінің енелері айтпады ма, заманды. Мынау заман бөлек қой. Біздің кезімізде біз ананы істебек, мынаны істебек деп міндет қылуға болмайды. Біздің заманымыз бөлек болды. Біздің кезімізде газ болған жоқ. Қазіргідей су болған жоқ, иінағашпен су тасыған енелер бар шығар, қара қазанға тамақ істеп, содан кейін соған су жылытып, енді біз сөйтіп деп қазіргі келінді мен ана, ол заман бөлек, бұлардың заман. Бұлардың заманның өз қиыншылығы бар. Мысалы, біз балаларымызды мектепке тасыған жоқпыз ғой, үйден шығып кетеді, мектепке барып келеді. Қазіргі келіндерге менің жаным ашиды. Таң ерте 6-да тұрып олардың тамағын беріп, балабақшаға баратын, балабақшаға мектепке кеп қайта біздіке физикалық жұмыс болса, бұлардыке мимен шаршайтын жұмыстар. Сондықтан қазіргі келіннің де өз тауқыметі өзінде. Енелер осыны түсіну керек те, келіндеріне көмектесу керек. Жатқан жер жанат болсын, мен екі енеге келін болдым. Мен енелердің рахатын көрген келінмін. Сонда ол кісілер бір жерге біз баратын болсақ, мен күйеуімнен қалдырмай, қалмаңдар, екеуің бірге жүріңдер. Біз бірге киноға кетіп баратсақ, біз бірге театрға кетіп баратсақ, біз бірге қонаққа кетіп баратсақ, енем марқұм кәдімгідей бізді рахаттанып шығарып салатын. Сонда кейде кішкентай балалы болып қалам, сонда ол кезде пенсилінің шишасы дейтін шиша болатын. Сол пенсилінің шишасына емшегімнің сүтін сауып болатын. 4 шишаны мына қолтығына, 4 шишаны мына қолтығына алып, біз жаңа тойға барып тойлап келгенше соны емізіп баламызға қарап отырады. Міне ене деген, жаңа көсегесі көргөрсін, көрпесі ұлғайсын деген ене, соны көргенде сосын біз кейін әкім болдық. Үйден шығып баратқанда айтатын, біздің балаларымызды бағып отыр ғой. Ойламаңдар сендер әкім болғаннан кейін балаларың бағып отырған деп. Сен ертең өзіңнің ұлыңның баласын өстіп қарасын келінге деп бағып отырмын дейді. Біздің апаларымыз, қазақтың аналары осындай болған. Сондықтан енелерге айтарым, отбасының берекесі болу, келін менен баланың арасында тек қана сыйластық болу, ата-анаға көп байланысты. Ата бата беріп отырса, ене келінге қолғабыс беріп отырса, кез келген қолғабысты түсінбейтін келін жоқ. Барлық келін түсінеді. Ал енді осындай кикілжің болып қалған кезде де анасын бөлек құшақтап, залға барып, мынау төрдегі орын апа сеніке, осы жерде сен қожайынсың. Не айтсаң айтқаныңыз сіздің айтқан. Жатын бөлмеге келіншегін апарып, сен осы жерде маған қожайынсың, осы жерде айтқаныңды істеймін. Енеме
ата анасына, ата енесіне, ұлдың да қыздың да деп айтуға ақысы жоқ. Сеніке дұрыс емес деп айтуға ақысы жоқ. Кез келген ұл да қыз да, әсіресе келін осыны білу керек. Атаң да енең де дұрыс емес істесе, сол кезде үндемей қалды. Кейін бір жама шуақ шай ішіп отырғанда бағана сіздердің анауыңыз мынауыңыз артық болды ғой деп әңгімелеп айт. Ал ұрсып атқан кезде бетіне сөзге келіп деп айтуға біздің ақымыз жоқ. Біз оларды дүниеге әкелген жоқпыз. Бізді олар дүниеге алып келді. Сен сонша жігіттің ішінен таңдап алған жігітті сол жаман деп отырған енең, жаман деп отырған атаң тәрбиелеп берді саған. Сондықтан сен осындай шүкір деу керек. Шүкір, 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 осындай жігітті маған тәрбиелеп бергеніңе. Апа сізге, ата сізге ризамын деп жүрсе, ата-ана түсінбесе де Алла тағаланың берері көп. Сондықтан біздің періштелеріміз бәрін көріп тұрады. Бәрі Алланың таразысында мили де ауытқушылығы жоқ. Сондықтан ата-енеден қайтпаса Алладан қайтады. Бірақ сол өзі сүйіп қосылған жігіттің ата-анасын сыйлаған келінге Алланың берері көп болады. Ата-ана балаға айна болып көрінеді. Айтады жаңағыдай. Балаңды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле деп. Жалпы отбасындағы осындай тәрбие, ұлтжанды, патриот, қазақ тілін сүйетін, ана тілін құрметтейтін ұл баланы, қыз баланы өсіру үшін, отаның сүйетін, осындай ұрпақ тәрбиелеу үшін үйде қандай тәрбие болу керек? Жалпы мен қазір мынау тектану деген жаңа бір ғылым дамып жатыр. Бізде мынау антропология деген ғылым бар. Смағұл Оразақ ағамыз айтатын сол тектілікке байланысты. Сол жеті атадан қыз алыспау. Айтамыз ғой, Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Тәуке ханның тура жолы деп. Сол Қасым ханның кезінде пайда болған, ол кісі айтқан жеті атаға шейін қыз алыспайық. Шын мәнінде үлкен академияны бітірмесе де, сол кездегі біздің мынау имани тәрбиемізден, мынау әке мен шешемеден келетін не 50% дейтін болсақ, содан төмендеп жеті атаға келгенде 0 болады екен. Сондықтан жеті атадан бастап. Осыны мынау Екатеринбургтың ғалымдары Докучаевтар Ресейде қай ұлт аз ажырасады? Бізден бұрын басталды ғой ажырасу Ресейде. Деп зерттеген кезде біздің бауырларымыз сақалар, якуттар аз ажырасады екен. Сөйтіп олар соларды зерттеліп жатқан кезде Сағынбаева Әлия Нұрпайқызы деген бар бізде. Біз екеуміз Нарбековтың курсында бірге оқығанбыз. Мен мысалы депутат боламын дедім, сөйтіп депутат болып келдім, ол кісі осы жағына. Сөйтіп сол Екатеринбургке барып, Мәскеуге барып, сол кісілердің сабағын тектануды оқып жүрген кезде айтады: не қыласыздар сіздер Якутияны? Біздің Қазақстанда осы жеті атадан қыз алыспау, тектану. Сонда біздің ақпарат жеті атамызға шейін екі жағынан да әлгі қазақ шежірені ұлмен таратқанмен жігіт үйдің жақсы болу ағашынан жігіттің жақсы болу нағашы жақтан да келеді екен. Осы екі жақты теңдей қарап келген кезде екі жақтың да ақпараты қазіргі балаларға келеді екен. Сондықтан біз балаларды жаңағыдай теріс мінезі болмау үшін осы жеті атадан, бізге жеті атадан келе жатқан қасиетіміз, қадіріміз, күшіміз, тектің күші ол да келеді екен, жақсы жағда. Сонымен қатар жаман қиналған кезіндегі ақпараты да балаға келеді екен. Сондықтан біз қазір осы ғылымменен өте жақсы айланысып, 20 шақты шәкірті бар, көп адамдар ауруынан, несі мәселен. Сонда қазіргі балалардың осыншалық жаңағы қиыншылыққа келіп отырғаны кешегі біздің бабаларымыздан бастан өткен қиыншылығынан. Мысалы, конфискация болды, коллективтендіру болды, репрессия болды, Ұлы Отан соғысына барды. Осы кезде енді ол кісілердің қанында небір ақпараттар қалды ғой. Осы ақпараттар бүгінгі балаларға келіп жатыр. Осыны біз мықтысын, мысалы сол кезде ел асып кетіп, үкіметке қарсылығын білдіріп, басқа жақсы қасиетін айтып балаларға күшейтуіміз керек та, жаман қасиеттерді тоқтата аламыз, установка жазып. Біз қазір осымен айланысып жатырмыз. Бұл бір.
Екіншіден, баланың өзің айтқандай жаңағы үйленген кезде көп ата-аналар уақыт сондай болды ғой, неке қидырмаған ата-аналар да бар. Біздің дінімізде міндетті түрде некелі ата-анадан бала болу керек. Және әрбір бала ақ некелі, дәреттенген келдіге, жаңағыдай ұрлық, сұмдық, қулық, арам ой деген болмау керек. Енді сенің жаңағы келіншек жерік қазақта ғана бар. Мысалы, Макаренко айтады, баланы туа салып тәрбиелеу керек дейді. Біздің қазақ айтады, анасының құрсағына біткеннен бастап. Қазақта ғана бар құрсақ шашу деген. Мысалы, жаңағыдай келін жерік болса, абысын ажын шақырып, енесі. Міне, ененің келінді жақсы көретін үшін ол қызына бермейді құрсақ шашуды. Қызына өзінің енесі береді. Бұл өзінің келіне құрсақ шашу береді. Менің келінім қандай асқа жерігін қандырыңдар дейді. Сонда ол анарды ұрлап жемесе де, енесі сатып әкеп берер еді. Және жерік асын қандырыңдар, өмірі көңілді жүрсін дейді. Көңілді жүрген ата-анадан көңілді дені сау бала туылады. Ал енді қазір біздің мектептің мұғалімдерінің көбісі бала туатын жастағы әйелдер, дәрігерлердің көбісі бала туатын жастағы. Жалпы әлеуметтік салада болсын, кез келген салада біздің қыздар істейді. Және оның ішінде көбісі бала екіқабат күйінше жүреді. Осы құрсақ шашу дегенді кез келген мекеменің басшысы ата-ене ретінде өткізсе, жазып қойса деймін мен. Биыл біздің мекемедегі ең сұлу келіншек мыналар деп. Сонда келген адамдар да, келген ата-ана, оқушы да оған ерекше қарау керек екенін түсінер еді. Өйткені екіқабат болып жүргенде ол жаңағы сөгіс алса, бастығынан ұрыс естісе, үйіне барып ата-енесінен ұрыс естісе, одан қайбір мәз бала туады. Я болмаса оның жерігі қанбай жатса, одан қандай бала туады. Яғни баланы біз ата-бабамыздың тегінен келе жатқан қиыншылықтан құтқарып, установка жазуымыз керек. Мен атам, әжем емеспін, өкімет те, билік те мені қолдап отыр деп, жаңағы жаман қасиеттерін алып тастасақ, сосын жерік болған кезінде, оған жаңағы екіқабат болған кезден бастап, өкімет те, билік те, халық та, ата-енесі де, күйеуі де, ағайын туысқа сол келіншекке ерекше жағдай жасасақ, дені сау, жақсы бала өмірге келеді. Ал енді келгеннен кейін мен баламды бүйтіп тәрбиелеу деп айтқан дұрыс емес. Отбасындағы жағдайды көріп, бала еш уақыт айтқаныңды істемейді, істегеніңді істейді. Сондықтан баланың көзінше үйде ешқандай ұрыс болмау керек. Ата-анасы да, ата мен ене де, ене мен келін өзінің атасына, я енесін ұрып, ертең мені қадірле деп қайтып айта алады баласына. Бала көргенін ұшқанда ұядан нелесін дейді, көргенін алады. Сондықтан біздің қазақи тәрбиеміз, ұлттық құндылығымыз өте керемет. Біріншіден текті жерден қыз алу керек, құда болғанша сұрасу керек, құда болғаннан кейін сыйласу керек, одан кейін баланың көзінше жаман қылық жасамауымыз керек. Балаға көрсеткенін істейді ғой. Отбасында енді балаға шынымен не көрсетсең, соны қайталайды. Қайталайды. Не айтсаң, соны қайталайды. Балалы үйде ұрлық жатпайды дейді ғой. Сосын мынау айтып отқан сөз құдірет қой. Сөз деген Ақселеу Сейдімбек марқұм айтатын еді. Алланың қазаққа берген ең үлкен бренді маңдайына, бұл оның ауыз әдебиеті, яғни сөз. Біз балаға айтатын сөздерді де келін кезінде, мысалы мен жарыс өткізсем, сондай не қоятымын кезіне, келіндерге жарыс өткізсем, солай, мысалы, бала біреудің қызының шашын тарт дейді мектепте. Сен жаман баласың, анау Сәуленің шашын тарттың деп айтпау керек екен. Сен жаман әдет істедің, Сәуленің шашын тарттың деп. Бала жаман емес, әдет жаман. Көрдің ме, біз ол жаман әдетке бармаймыз, сен жамансың, ананың шашын тарттың деп ұрамыз. Я болмаса сен жамансың, сені балконнан лақтырып жіберем дейді. Сен өмір бақи биіктіктен, ол бала түсінбейді, оның сен лақтырасың ба, лақтырмайсың ба, баланың миында, түп санасында сол қалып қояды. Сондықтан балаға еш уақытта жаман сөйлемеу керек. Айтатын сөзіміз, осы жаңағы тектану сабағын өткізіп жатқан кезде 3 әулеттен сондай шықты. Айтқан ғой, тұқымың көбеймесін деп. Сол күйінше сол тұқым көбеймей келген ұрпақтар. Сондықтан оны бір жек көру емес, кейбіреулер айта салуы мүмкін.
сөзге бала туылғаннан бала есейгенге дейінгі аралықта балаға айтатын, отбасында болсын, қоғамда болсын, көшеде болсын, мектепте болсын айтатын сөз тек қана жақсылық тілеген сөздер болу керек. Періште бәріне дәумейін деп қояды. Үйге келген кезде енді көбінде ер азаматтарымыз отбасының тәрбиесін, бала шағаның тәрбиесін ақшамен ғана байластырады көбінде. Яғни ақшасын тауып беріп отырсам болды деген сияқты. Ал оның қалғанын маған тиіспеш дейді. Мен шаршап келдім, телевизорымды қосайын, шайым ішейін, тамағым ішейін, жатайын, болды деген сияқты. Енді үйде әке қандай болу керек, ана қандай болу керек? Жалпы ер азаматтар туралы жаңағы айтқан бәріне топырақ шашуға болмайды. Қазір енді біздің қыздардың класстас, курстастары бар, ұлымыздың класстас, курстастары бар. Жастардың арасында балалардың тәрбиесіне ерекше көңіл болатын жігіттер өте көп. Олар балаларын футболға бірге алып барады, осы жердегі атқа мінгізеді, балалармен бірге өте көптеген ұлдар бар, балаларына қарайтын. Солай болу керек. Ер азамат уақыт тауып, сенбі бар, жексенбі бар, өздерінің алатын демалысы бар. Баламенен әкеге, қызға да әке керек, ұлға тіпті керек. Сондықтан ондайлар бар. Жаңағы сен айтқандай жігіттер де бар. Сондықтан осы хабарларды естіген, тыңдаған ер азаматтарға айтарымыз, Алла қалаған пендесіне перзент береді. Перзент Алла бергеннен кейін бақты даладан емес, баладан іздеу керек. Ана келіншекке барасың, мына келіншекке барайын, ана жерден дүние табайын, мына жерден дүние де бар қызық Алла тағала беріп қойды сенің үйіңде. Сол баламен сөйлесу керек, сол баламен сырласу керек, сол баламен бірге футбол теу керек, сол баламен бірге, сол не істесе бірге істеп, сол баланың қасында болу керек әке. Әкенің тәрбиесі ұлға да керек, қызға да керек. Әкенің мейірімі ұлдан көрі қызға керек. Неғұрлым әкесімен сырласатын, әкесімен құшақтасатын, әкесіменен бар сырын айтатын қыздар күйеуіне де барғаннан кейін бақытты болады. Менің марқұм әкем азақ өмір сүрді, мен 5 жасымда әкемнен қалдым. Бірақ сол 5 жасқа шейін өзі қойшы болған, шопан болып келгеннен кейін атының алдына мінгізіп алып, ел басқаратын қызым келе жатыр деп айтады екен. Сол сөз менің өмірлік, мәңгілік мақсатымда салып кетті. Сондықтан мен өмір бақи өзімнің әкеме ризамын. Сондықтан әке болу бұл үлкен бақ. Сондықтан даладан емес бақты баласынан іздесін. Біріншіден біздің ұлтымызды ұлы далаға еге қылған осы біздің аналардың кез келген отбасының шам шырағы, шырағы, қырық шырақтыры дейді. О әйел ұйтқысы, кәдімгі шыққан күндей жарқырап тұрған әйел ғой, келін. Сол келін ертең ене болады. Сондықтан біздің қыздарымыз кез келген отбасына келгенде сол үйге бақыт сыйлайым деп, сол үйге шаттық сыйлайым деп. Әйелдеріміз көңілді жүретін болса, ол күйеудің де, ата-ененің де көңілін табатын болса, болашақ біздің балаларымыз да бақытты болады. Сондықтан әйел тұрмысқа шыққанда, мен осы барған жерімді бақытты етемін деп, ол бақыт сол әйелдің қабағында. Әйелдің қабағы әмсе ашық болу керек. Сол үйдің ұйтқысы, берекесі болу керек. Ұйтқысы, берекесі бола білген, қабағымен бәрін басқарған әйел, ол еркекті де бақытты етеді, ата-енені де бақытты етеді. Ата-ененің айтады ғой, жаңбырмен жерге көреді, батамен ерге көреді деп. Сол ата-енесінің Қазір шаңырақ көтергеннен кейін әйел адам барлығандай үйдің ішіндегі жаңағыдай тәртіпті өзінің қолына алғысы келеді ғой. Бос жүрген ер азамат бір 20 жыл, 23 жыл бос жүрген ер азаматта жаңағыдай бірден жаңа мойнына шынжырын тағып, сен қайда жүрсің, кіммен жүрсің, не істеп жүрсің деген сияқты сұрақтарды астына алады. Осы қаншалықты дұрыс? Бұл дұрыс емес. Оны бүкіл психологтардың бәрі айтып жатыр. Қазір қыздар өте сауатты қыздар, өзін өзі өзгерткісі келетін, жаңартқысы келетін қыздарға қазір Құдайға мың қайтара шүкір, бұрын батыста, Ресейде орыс тілді психологтар болатын болса, қазір қазақты психологтар көп, келіндер көп сауатты болып қалды. Енді ер азаматтар сол өзінің орнын білетін семинарларға көп барса екен деймін. Жалпы Қазақстанда қазақтың келіншектері
өте көп өзгеріп жатыр. Өздерін өзгертуге, жаңартуға, мына жаңа тектануда айтады, мен тегімнің абыройы үшін, тегім жалғасу үшін соны жаңартамын, жаңғыртамын деп алдына мақсат қояды. Осы мақсат жолында жүрген қыздар өте көп, бірақ осы семинар тренингке жігіттер аз келеді. Сондықтан ер азаматтар отбасының егесі болуға дайындалса екен деймін. Айтарыңыз, тәрбиеңіз беретін ақылыңыз таусылмасын. Сізге уақыт тауып, біздің бағдарламамызға келіп, тәрбиелік уақытты арнағаныңыз үшін үлкен рахмет. Айналайын оқырмандарым, өмір деген өте қысқа, ол адамға бір-ақ рет беріледі. Ол ырылдасып керіссең де өтіп кетеді, құшақтасып, сүйісіп, бір-біріңе жақсылық тілесең де өтіп кетеді. Сондықтан тағдырдың маңдайыңа жазғанын қабылдап, тек қана күліп жүрейік. Барған жерімізге бақыт сыйлайық. Аман болыңыздар. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің экс-депутаты, қоғам қайраткері, барлығымызға сүйікті Оразкүл Асанғазықызы. Жақсы күндерде қайта кездесейік.